Алтыншы хадис. Бала тәрбиесіндегі басты негіздер. Мағынасы. Хазіреті Алиден риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар былай дейді: балаларыңызды мына 3 көркем мінезге тәрбиелеңіздер. Пайғамбар мен оның туған туыстарына деген сүйіспеншілікке және Құран оқуға деген сүйіспеншілікке деген. Өйткені Құранды жаттап алған кісілер ешқандай көлеңкесі жоқ қиямет күнінде Аллахтың пайғамбарлары мен таңдаулы құлдарының қатарында Аллахтың көлеңкесінде болады. Хадиске түсініктеме. Балаларымыз дүниеге келгенде жақсы тілектер айтылып, бауы берік болсын, Алла тағала жасын ұзақ қылсын деген бата беріледі. Бала ата-ананың қуанышы әрі Аллахтың берілген өмірдегі ең үлкен нығметінің бірі екендігі сөзсіз. Ата-анасының ыстық алақанын ыстық құшағына аңсап өмірдің тауқыметін тартып, бұрыс жолдың құрбаны болып кеткен жетімдер қаншама. Солардың қатарына ата-анасы балаға дұрыс, жақсы тәрбие бермеген балаларды кіргізсе болады. Олардың жағдайы тұл жетімдердің ешқандай айырмашылығы жоқ, өйткені олар әйтеуір түптің түбінде жағымсыз іске бой алдырады. Сондықтан ата-ана дүниенің соңына түсіп бала тәрбиесінен қол үзбеу керек. Оларды әке-шешесі бар жетімдердің қатарына қосып, өз алды жібермеу қажет. Хазіреті пайғамбар балаларына қамқорлық көрсетіп, жақсылап тәрбиелеңдер деп бұйырған. Тәрбие негіздерінің алғашқысын өзіне деген сүйіспеншіліктен бастаған. Сондықтан мұсылман жанұяның басты міндеті ең алдымен Хазіреті пайғамбарға деген сүйіспеншілікті үйрету. Оған деген сүйіспеншілік оянбаса, өзгелерге сүйіспеншілігі пайдасы шамалы болмақ. Бұл тұрғыда Хазіреті пайғамбарымыз былай деген: сендердің шексіз ризықтандырған Алла тағаланы жақсы көріңдер. Мені Алла тағаланы жақсы көргендер үшін жақсы көріңдер. Туған туыстарыңды мені жақсы көргендерің үшін жақсы көріңдер. Ол өзіне және ақлы байтіне, отбасына деген сүйіспеншіліктен кейін балаларды Құран оқуға деген ынта жігерін арттыруға атаған. Міне осы аталғандарды баланың жүрегіне орнықтырып, оңды нәтиже беру үшін ең алдымен анаға көп міндет жүктеледі. Яғни ананың хадиске лайықты болуы шарт. Орай келгенде Аллахтың сүйікті құлының басынан өткен мына өнегелі оқиғаны айта кетелік. Пайдалы болады деген үміттемін. Аллахтың сүйіспеншілігіне бөленген таныс кісінің халін сұрап барғанымызда бізге былай деген еді: бала кезімізде ата-анам мені мектепке оқысын деп жіберетін. Бір күні анамның аяқ киімінің табанын тазалап жатқанды көрдім де таңырқап: ана, не үшін табанын тазалап жатырсың дедім. Анам: құлыным, сен білім алу үшін мектепке бара жатқаныңда періштелер қанатын сенің табаныңа жаяды. Олардың қанаттар тікірленбесін деп жатқаным ғой деді. Хазіреті пайғамбар кімде-кім Құранды оқып, ондағы айтылған әмірлерді мұқият іске асырса, қиямет күні Алла тағала оның әке-шешесінің басына тәжі кигізеді. Тәждің жарығы сондай күннің жарығынан әлде қайда жарық. Құранмен амал еткеннің жөні бір бөлек деген.